Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қазақ халқының ұлттық тағамы қарын бүрмені жасаймыз. Бұрынғы уақытта қарынның ішіне тек ет өнімдерін, дәмдеуіштерді қосып салған, ал қазіргі таңда жаңаша әдіспен көкөністерді де қосып пісіреді. Осылай дәмдеуіштермен қарынның ішіне салсақ, өте керемет, дәмді тағам шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Қарын бүрмені өзін ғана жеуге болады, немесе қамыр қайнатып бірге жеуге болады. Ең алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Осында ет, қазы, көкөністер және құйрық майдан азырақ қосамын. Етімізді қатты ұсақ немесе тым ірі қылмай, осылай бөліктерге бөліп аламыз. Менде қара кесек ет болғандықтан азырақ құйрық май қостым. Сәбізді де ірілеу қылып тураймыз. Езіліп кетпеу үшін осылай тураған дұрыс. Егер сәбізді қаламасаңыз, біреу ғана қосуға болады. Мен екеу алдым. Енді картопты бүтіндей салуға болады. Тым ірі болса, 2-3 бөлікке бөлеміз. Болгар бұрышынан да біреуін алдым. Пиязды жарты шеңбер қылып тураймыз. Барлығын турап дайындап алдық. Ал енді дәмдеуіштерді қосамыз. Ең алдымен тұз қосамыз. Менде ет тұздалған болғандықтан көп қоспаймын. Және қара бұрыш, қалауыңыз бойынша зіра қосуға болады, және сарымсақтан да турап қосып жіберсек болады. Және етке арналған дәмдеуіштерден қосуға болады. Мен тек тұз бен қара бұрыш қостым, және лавр жапырағынан 2 жапырағын қоссақ жеткілікті. Енді қарынды аламыз, оны жақсылап тазалап, тұзды суда жуып алғанмын. Енді барлығын ішіне саламыз. Қазыны да бүтіндей салдық. Менде бұл жерде қарынның жартысы осылай бір жағын тігіп алғанмын. Енді барлық салманы салып, екінші жағын тігеміз. Жібін қалыңдау қылып алған дұрыс. Ішін аздап бостау қыламыз. Міне қарынды дайындап тігіп алдық. Жақсылап бекітеміз. Енді қазанға саламыз. Суын қарын батып тұратындай етіп құямыз. Және көбігін жақсылап тазалап аламыз. Бұл тағамды кем дегенде 5 сағаттай пісіреміз. Міне дайын болды. Енді сорпасына қалауыңыз бойынша қамырды қайнатып алсақ болады. Кәдімгі бешбармақ сияқты қамырды және оның тұздығын дайындап аламыз. Міне тағам дайын болды. Енді ұсына берсек болады. Бұл тағам кем дегенде 4-5 сағат қайнау керек. Қарынның өзінен керемет дәм шығады, және дәмдеуіштер сепкендіктен иісі де дәмі де керемет шықты. Міне ішіндегі қазы да пісіп шықты. Майы езіліп тұр. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Егер жаңа оқырманым болсаңыз, каналға тіркеліп алыңыз. Қарын бүрме кесектеп туралған етті еттің майымен сөліне бұқтырып пісіретін тағам. Бұл тағамды бөртпе, көмбе және қарын бөртпе деп те атайды. Қазақша контентті қолдап, видеоны жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісе кетіңіз.